Кемеч. Берміне қиылдыма. Оралды сәлем. Алейкум ассалам. Інісі. Қалайсыңдар? Дайындық қалай ертең бойынға? Сізге ырзам, мен де ырзам өзіме бермейді. Смәк зәтті. Мампу қызметті. Мен өзімейді мампу қызметті. Не отыр, наша? Біздің үйдің студиясында Ақболат Өзекбай. Нағасын неге кетті? Нағасын неге кетіп шатасы жүр? Рас ол ұшқа жүріш дейді. Смәк. Мәтті. Машал 6 айда, 6 ай бұрында қандай тұрып жүреді. Біздің ауылда смәтті деп айтады. Біздің ауылда любой вагин жапоннан сұра. Ноябрьден. Мына қай елдің авторлары, нағашы осылар жазады күйеу еліне. Тәкеңнің авторы да, Сериал қалай еді, аты қалай еді? Тақиясыз періште. Тақиясыз періште деген фильм, сериалды да осы жігіттер жазған. Авторлар, жастардың жігіттері, өте мықты авторлар. Көбісі түсінбей жатқан сияқты сол сериалды, бірақ өте жақсы, дұрыстап қараңдар. Ана оператор онша емес, анау мынау деген әңгімелер естіп жатсыңдар ғой? Ол өтірік. Ағайын. Басты кеттім я, Расуле. В общем, сол сериалда ана көбісі андай етіп айтады екен. Не дейтін еді ана? Оператор онша емес, анау да мынау, тағы басқа. Негізі оның стилистикасы сондай да. Бір адам актерға еркіндік беру, адам баласы деген до конца провожать етіп камераның жүруі, барлығы. Негізі сол сериал қараңыздар, қызық сериал. Ғалым гамажбен жүрме дейді, жоқ, трикомен. Жоқ. Әйел болып жақсы ойнайсың, а? Ай. Ерген Ақмырза. Ерген. Таран. Алейкум ассалам. Ерген қалайсың? Ерген Ақмырза. Нежный пробел 07 екен. Менің інім, бауырым. Жекпе-жек кешірасыз Ақболат Өтесов. Түрге қаралайын деп қойды. Кел, Астанадан. Бірінші күресейік. Ер шегіспей, бекіспей. Дәлеп сосын көреміз. Қарайын егер ұтсам көреміз. Жарысады сізге. Алейкум ассалам, муслим. Қалайсың? Боқтамашмен жүрегім ауырып отыр. Шау болсын, брат. Я, бүгін сондай біреу комментарий жазды. Қартайып кетіпсің ғой, қартайғансың ғой. Мен ол комментарийларға ашуланбаймын. Мен қартайғаннан қорықпаймын деп жаздым сосын біреуге. Қартайғаннан қорықпаймын. Қартайған мойындамайтын қатындардан қорқамын деп жаздым. Себебі бар ғой 40-қа келіп әлі қартайған мойындамай тыртиып. Мен ондайларға түсінбеймін. Уақытымен болу керек қой, барлығы өткенше сұлулық, жастық шақ. 27-тен 30-дан қартаясың конечно. Мен жап жас болып жүрейін бе сонда қызықсың? Кімді алдаймын мен сонда? Сендерді алдап жүрейін бе? Жап жас мен деп гриммен прямой эфирге кіріп. Мен өзім әйелім бар, шағым бар, шаруам түгел, жұмысым бар. Маған алайсыңдар. Алейкум ассалам. Брат қалым үйіндесің. Я, Астанаға келдім. Көңіл айтып жатқан жоқпын, құрсын.
адамдар. Үйге талып тұр. Бірақ астанадан ағарлайық деп тұр ол балдар. Жатпаймыз деп тұр ол. Короче, айтпақшы ғалымның үйіндемін, Бейт. Да? Расул дейді, Да? Ғалыммен әсия деп тұр. Скриншот жасалын да. Махаббат. Болмай. Кушай. Бәрін қартайсыңдар, Бәрін қартайсыңдар, бәрін өлесіңдер. Сондықтан да соған дайын болу керек қой. Смотря кім қалай өмір сүреді. Не жасайды. Қазір қалай жақсы. Көңіл жақсы қойдысың, Көңіл қартаймағанда жаман ғой. 40-қа келіп қуып жүрсең де жаман ғой. Уақытымен ғой бәрі. Жастық шақ. Өкінетін кездері көп болады. Ақыл тоқтатқан кезде. Одан кейін ақыл тоқтатқаннан кейін жігіт ағасы 25-те дейді. Артынан інілерің келеді. Оларға дұрыс әңгімеңді айту керек. Отбасың болады. Оларды тәрбиелейтіндей білім болу керек. Қатының болады. Оған әңгімеңді өткізіп, өзің саясатыңды жүргізу керексің. Ата-анаң бар, оларға деген өзің перзент міндетіңді атқарасың. Ол үшін қарай өмір сүйтіп кете береді ғой. Ал 91 тағы басқа деп жүрген көрермендер, жалпы жас қыздар, қарындастарымыз ертең 2 баладан кейін бар ғой. Бәрі қалады бар ғой. Концертке 91-ның концертіне барамын дейсіңдер ғой. Күйеуің айтады, қоя ғой дейді, енең айтады, айтысқа бар дейді ғой, болды, сонымен бітеді бәрі. Және оларға еліктеу үшін, баянға болсын, тағы басқа да еліктеу үшін сендерге бюджет керек болады. Сендердің бюджеттерің оған жетпейді, күнде таңертең неге баруға, салон көрсетуға баруға, тырнақтарыңды, беттеріңді жасатуға, онда дарға сендердің бюджеттарың жетпегендіктен сосын еліктеуді қоясыңдар, содан кейін кәдімгідей өздерінің бала шағаларында асырап, нормально өмір сүріп кетесіңдер. Сондықтан да ешкімге алмай-ақ қойыңдар. Ешкімге қатты естімей-ақ қойыңдар. Бәрі өтеді, жастық шақ. Уақыт ешкім тоқтата алмайды. Телевизорда көп бағдарламалардың, әсіресе шоу бағдарламалардың барлығына жолығы анау осы мәселені қалай ойлайсыз шешу жолын. Мысалға, нені шешу, сен дұрыстап жазып жіберші, қайсысын шешу керек? Дұрыстап ақылдасайық, дебат жүргізейік. Мысалға, сен енді ертең 91-ға еліктеген жігітсің, елек қызсың. Да, пусть серьезно әңгімелейік. Сөйтесің да сен жаңа айтқандай бюджет керек болады ғой. Сен үйленесің, үйленгеннен отбасы құрасың, оларды асырау керек. Сен шашың сап-сары болып жұмысқа барасың, мысалға, стройкаға. Қалай қарайды, жанындағы қойды ғой, сен күнде стройкаға таңертең шашыңды қудыртып, фенмен лақтап, әркім өзі кәсібі болады, кәсіпке сай жүру керек қой негізі. Сол сияқты сөйлесіңдер, таңертең шыққан бір күн істейсің бұлардың, екінші күн істейсің. Шансам болып қосына қой дейсің, бір күні қырттайсың ғой, қыртта істеп бізге қарайды. Бұл да біздің жұмыс, мысалға, олардың өздерінің жұмысы бар. Кейбіреуінікі халыққа жағады, біреулердікі дұрыс емес, біреулердікі дұрыс. Таңдау сіздердің талғамдардың биіктігіне, я болмаса білімдерге байланысты болады ғой. Сондықтан да өздерің кішкене өздеріңе келіп реттеп не керек емес екенін анықтап алыңдар.
Anca niye açıyorsun? Rana şatır kaskası. İyi rana şatır ilk tupur kavalım bana. Aleykümselam. Kaç duydu? Ya, ой таластырып, таластырып аткандай айтып атканмын. Маған бәрі. Oyun емес бұл. Ұнамайды маған антиван, шығып кетіңдер менен. Ана кәдімгі автоdur. Сен автоdur. Ал кесіп алыңдар бір жерін. Қай жоғарылап қой, жоғарылап. Bir kat çıkar. Астанаға келіп жатырмын, досым үйіне қонақтамын. Астанада. Қолдайтындар бар, қолдамайтындар бар. Всегда солай бола береді ғой. Өмір бақи. Ақ пен қара бірге өткен соң. Қызылордаға сәлем, кім досың анау? Ғалым досым, ғалым қайда? Çocuğum lan çıkardım. Мұхамбет. Oyun basayım. Lakta sokmayın. Hands up. Стивен, еще теми брательдери. Bir müzik oynatayım şimdi. Milyon çıkaramayasın da. Күлдір бүлдір дейш. Yani iyice burnu Мәсандан бәрі басыма шықты. Yani iyice burnu существует. Я не понял. Рум күшті, білмеймін, средний. Сағат күшті, бұлар деген өмірді түнде сүріп атқандар ғой. Иә, екінші сәттерді айтты. 174 бойым. Мүмкін шында да қожа рум, қожа. Ұйқы жоқ па, ұйқы бар ба? Күлдір бүлдірді азамат айтады, я.
Сіз осындай деп ойламадым. Мен қандай деп ойладым. Қандай деп ойламадым. Мысалға қазір не жаман нәрсе жасап отырмын ба? Ал? Болды, нағашы шақырып отыр. Кеттім мен. Әмин. Бек Баратбек, нағашы қалайсың, жақсың ба? Жақсы. Нағашылар аман болыңдар, жақсы ұйықтаңдар. Астананы аралайын, кішкене не болып жатқанын қарайын. Бүгін ары жоқтың сөйлесіп алып, қабірді сөйлесерміз. Жақсы, рахмет. Сау болыңдар. Бақтарың жансын. Ата-аналарың аман болсын. Ашықпын, кел отырып ашық сөйлесейін. IQ-ім жетсе деп